Сәлем достар, бұл құпия каналы сіздермен бірге айтып достар, осыдан бұрын 3-4 видео салған болатынмын. Егер көрмеген болсаңдар, қарап алсаңдар болады. Соның ішінде ай календарында салған болатынмын. Достар, қазір мен өте қарапайым техникамен бөліскелі отырмын. Бұл техника, егер де жолың болмай сәтсіздіктерге ұшырап жүрген болсаң, осыны жаса. Осы техниканы жасағаннан кейін сәтсіздіктер жойылып, жолыңыз ашылып, сәттілік шақырады осы техника. Өте оңай. Бұны міндетті түрде бірақ ай толғанда жасау керек, яғни полнолуниеде жасау керек. Таңертең сағат 6-дан бастап түнгі 12-ге дейін жасау керек. 12-ден кейін жасауға болмайды. Сондықтан сол мезгілде жасау керек, бірақ сол күні толған ай болу керек, полнолуние болу керек. Қазір барлығын түсіндіріп өтемін. Ол үшін қолыңызға жаңағы бір ыдыс аласыз. Ыдыс аласыз да барып кранға құясыз. Сразу сумен алмайсыз. Пустой ыдысты, бос ыдысты барып кранға суға толтырасыз. Яғни бұл суды 3 жұтыммен 3 рет ішкенде тауысып қоятындай қылып алуларыңыз керек. Судың көлемінде сол қолыңызбен аласыз да, сөйтіп 3 бөліп ішкенде тауысып қоятындай қылып алыңыз ішіндегі суын. Сосын қолыңызға ұстап тұрасыз да 7 рет дұғаны оқисыз. Дұғаны комментарийға бекітіп қоямын. Дұғаны 7 рет оқисыз. 7 рет оқып болғаннан кейін сол суды 3 бөліп ішіп қоюыңыз керек. 3 бөліп ішіп қоюыңыз керек. Ішіп болғаннан кейін тағы 1 рет сол дұғаны оқуыңыз керек. 3 бөліп ішкенде уже су қалмау керек дегенім ғой достар. Болды. Сонымен достар, сіздің жолыңыз ашылып, сәттілік келеді сізге. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Ал дұғаны мен комментарийға бекітіп қоямын. Әдеттегіде ең бірінші комментарияда тұрады. Дұғада атыңыз деген жерге 2 рет өз атыңызды айтасыз. Болды достар, каналыма жаңа келген көрермендер болса тіркеліп кетіңіздер. Ал подписчиктерім, видеома лайк басуды ұмытып